Bilgen adam bağlı, sınamagan adam zәрі. Siz bir sınama kelip bir sınamasan, zәрі болар еді. Bu sizden hadis olsun, Kur'an'dan olsun bir kеңес естігім келеді. Мына оқиғаға байланысты. Өзім оқиғам 2 жыл болды. 3-ші курста отбасынан айырылдым. Биыл 4-ші курста үлкен қарызға кірдім, оқуын бітірдім. Алла сонша нәрсені алса да берері бар екен сізге. Осы жерде отыруыңыздың өзі берер емес пе? Соны алса да өзіңіз жүріп келіп, өз көзіңмен көріп, өз құлағыңмен тыңдаудың өзі Құдайдың берген сыйлығы. Ата-анаңыздан айырылсаңыз да Алла ақылыңыздан айырмапты. Сіз шын әлемде, марқұмдар, сіз жалған әлемде тұрсыз. Соларға дұғашы бола аласың, қамқор бола аласың, өзіңді көрсете аласың. Соларды шын жақсы көргенің дәлелдей алатын уақыт бар. Ол азамат болып, елдің бір абай атам айтпақшы кірпішін, кетігін тауып барып қалануыңыздың өзі тірі түгел өлген аталарыңыздың аруағы қуанады. Қазақта оны бір аунап тұрды дейді. Біздің аталарымыз бұдан да жаман күйді көрген. Сол үшін шығар бізде қазақта бір ауыз сөз бар. Құдайым, бергеніңді алдың, бірақ береріңді алмашы дейді. Әлі берері бар жаным. Көп, соған ие болуың Алла нәсіп етсін.